боталардың кірпігіне дір-дір қағып тамшылар тұр тамалмай. Жетіп келіп кетті қызым бұрылып, біздің үйге өкпесі бар адамдай. Қызым дедім бұл үйді де бір үйде, әке деді уақыт жоқ келуге. Нан дүкенге соғар шаруам бар әлі, әрі жарым ұзақ күтіп қалады. Қарағым-ай, қарағым-ай, жүдеп қалдым бір түрлі. Кірпігіне бұтаның мөлдір шықтар іркілді. Кетіп бір қарада да қызым кетті асығып. Бір әдемі кинодан көргендей боп бір әсерлі үзінді. Үйге кірдім көргенімді қызымды, шешесінен жасырып. Титтей ғана балапаным дөпем-ау, біздікі екен біздің үй. Сенің енді өз үйің бар екен-ау, сенің енді өз үйің бар екен-ау. Қыз жат жұрттық түсінем ғой мұны мен, бірақ кірпік іле алмадым түнімен. Менің балам еді ол кеше балапан, үй асынан ұшқан екен шынымен. Кіп-кішкене балапаным дөпем-ау, сенің енді өз үйің бар екен-ау. Қам көңілсің қайратыңда жеңсем мұң, айналайын дей жаздадым мен сенің. Әкеңнен ғой, әкеңнен ғой, сөз қайтарар кісіңмен, сөз қайтарар кісіңмен. Өстім ойлап жабықтым мен ішімнен, ал сыртымнан кісі болдым түсінген. Әлденеден асқынғандай бір түрлі, тамағыма тас тұрғандай бір түрлі. Ішім удай ашып қалды бір түрлі, жанған отым жасып қалды бір түрлі. Қайталадым осы ойларды ішімнен, ал сыртымнан кісі болдым түсінген. Айналама қарап алдым сақтана, еркек адам жыламайды тек қана. Боталардың кірпігінен жылтыр
жылтыраған күлгірсін тамып 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 кетті кенет мөлдір шын